Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге балды торттың рецептімен бөлісетін боламын. Оригинал рецепт, міндетті түрде сақтап алыңыздар. Ең алдымен жұмыртқаға қантты қосып, масса 2-3 есе ұлғайғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Балды ыдысымызға салып, баяу отта араластыра отырып күйдіретін боламыз. Осындай қанық түске енген кезде содамызды қосып жақсылап араластырамыз. Осы кезде реакция жүреді. Және де үстінен сары майымызды қосып араластырып бірге ерітетін боламыз. Дайын болған массамызды жұмыртқаға массаның үстіне қосып, барлығын жақсылап миксерлейміз. Үстінен ұнымызды 3 бөлікке бөліп қосамыз, және де қамыр қопсытқышты қосуды ұмытпаңыздар. Барлығын жақсылап миксерлейміз. Бізде осындай тесто шығады. Қатты сұйық, қатты қою болмауы керек. Дайын болған массамызды 6 бөлікке бөліп, 180 градустан пеште 10 минут көлемінде пісіріп аламыз. Піскен қуыршақтарымызды біртегіс етіп кесіп алып, тортты жинауға кірісеміз. Мен тортты кольцода жинадым, және де арасына заварной кремді пайдаландым. Заварной